Осы үйдің тіршілігіне өмірі көңілі толмайтын бір адам бар. Ол мына шаңырақтың қазіргі иесі Тоқабай. 6 мүшелден аман өтіп, 7-ші мүшелге жетіп барады. Құжаттағы жасы 70-тің бесеуінде. Бұрын Дырдай ауданның кәсіподақ комитетінің төрағасы болған. Қазір зейнеткерлікте. 45 жыл отасқан әйелі Балшекей 3 жыл бұрын бір апта ауырды да қайтыс болды. Балшекейдің жылына жетер-жетпесте Тоқабай орталық базарда сауда-саттығы жүріп тұрған бутигі бар, өзінен көп жас кіші әйелмен махаббаты керемет болып үйленемін деді. Жалғыз ұл мен келіні тіпті қарсы болған жоқ, үйленді. Жас әйелдің 3 бөлмелі үйінде бірге тұрам деді. Тұрды, бірақ бұл махаббаттары ұзаққа бармады. 7-8 айдан кейін үйге қайра келді. Міне, енді Тоқабай үйге келгелі бері жалғыз ұлы Сейтекке де, келіні Рәзияға да істеген істерінен мін шығарып, тиіспесе отыра алмайтын әдет шығарды. Тіпті мектептен келіп жатқан, мектепке кетіп бара жатқан 3-1 сынып оқитын немерелерін бауырына тартып, аталық мейірім көрсетудің орнына ойын балаларының жүріс-тұрысынан сөкеттік тауып, бастарын тарамыс саусағымен бір нұқып қалмаса көңілі тыншымайды. Әй, кәртөшке мұрын, бұл үлкен немересі Еламанға қойған аты, дейді айқайлап Еламанға. Мына сөмкені жыртқансың ба? Жылдың аяғына дейін жеткізбей далдалын шығаратын түрің бар ғой. Әкеңнің ақшасы көп пе алып беретін? Жоқ, шешеңнің ақшасы көп пе? Миллионердің баласы ма едіңдер, әй түге. Әй, қысық көз, бұл немересі Жоламанға қойған аты. Бәтеңкеңнің бауы тағы үзілген бе? Неғып ана жіп салпақтап жүр? Екеуіңнен оңбаған бала шықса, көзім көрсін. Мына телевизор неғып істемей тұр? Қайсың бұздыңдар? Ту, папа, не болған сізге? Сөмке де жыртылған жоқ, бәтеңкенің бауы да үзілген жоқ. Өзіңіз пультті жөндеп қоспағансыз, телевизорда істеп тұр. Осы сөйлемей, тиіспей, жай отыра алмайсыз ба? Деп ұлы Сейтек әкесіне мұрнының астынан міңгірлегендей болады. Қатты айта алмайды, өйткен жастайынан ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстап, үстемдік жүргізген әкенің әлі де баласын намысы басым. Бұрын шешең барда үндемеуші едің, енді бір нәрсе деп сөйлейтінді шығарып келесің ғой, байқаймын. Сенің үйретушің қасыңдағы анау жақсың-ау, бұл сөзі келіні Рәзияға тұспалдағаны. Ой пап, қойшы енді. Ешкімге тиіспей, жаймен отыруға болмай ма сізге? Жұмыстан келгенде бұлай демалайын десек, құлаққа тыныштық бермейтін болдыңыз ғой өзіңіз. Түх дейді. Сейтек орнынан амалсыз тұрып кетіп. Келіні мұның бәріне қатты жыны келіп тұрса да, үндемеуге тырысады. Ендеше мені ана қарттар үйіне апарып тастаңдар, бәріңе де қолайлы. Пап, ешкім сізді қарттар үйіне апармайды, қайдағын айтып отырасыз, дейді Рәзия, енді үн қатып, кесе аяғын жылыстырып жатып. Ішінен тағы, енемнің орнына осы шал кетуі керек еді, жатқан қырсық, дейді. Рәзия атасын келген күннен жек көреді. Нағыз қарабақай есепшіл, ұсақ адам. Өйткені Сейтек екеуінің тойы өтіп, адам аяғының абыр-сабыры басылдау деген күннің ертеңіне атасының енесіне тойдан түскен ақшаны қайда құрттың деп қатты айқайлап ұрсып жатқанын естіді. Бір үйде тұрып, естімеу мүмкін де емес болатын. Тойға жиналған ақшаны неге балдарға бердің? Олар басқа жақта тұрып жатқан жоқ қой, осы үйде тұрып жатыр. Олар өздерінің тойын өздері жасап жатыр ма? Оларға не керек ақша? Мен болсам осы той үшін қанша ақша шашқанымды білесің бе? Басында көк не жоқ мақау қатынсың сен. Жай тыныш, жай. Жаңа түскен келін естісе, ят, енді байқап сөйлеуге тырыс. Үйде келін бар. Жаңа үй болып жатқан отбасылар қалаған нәрселерін алсында, өздері жаратсын, өздерінің тойларынан түскен қаражаттарын. Іштен шыққан балаға бір той жасап беру ата-ананың парызы емес пе? Оған неменеге есеп-қисап жасап жатырсың? Екеуі бақытты болсын десейші одан да. Артында келер түгі жоқ тас жетімге үйленді. Анадай Рабайдың қызын ал деп айтқанымда болды ма? Атаңа нәлет шірік. Сен даусыңды көтермей сөйлесейші. Енді келіннің көзінше балаға да, маған да бұрынғыдай айқайлап сөйлеуіңді қой, ұят болады.
Сен менің тәрбиелейін деп отырсың ба сонда? Мен сенің тәрбиеңе жүрет деп ойлайсың ба? Үстел үстіндегі графинді ме, жоқ гүл салатын вазаны ма, бір нәрсені балшекейге лақтырған, ол қабырғаға соғылған. Салдыр-гүлдір шыққан дауысқа Разия бұдан әрі еріксіз араласып, және өзін тас жетім деп кемсіткеніне іштен булығып, «О, какой ужас!» деп жетіп барып, сынған нәрселердің бәрін жинап, енесін жұбатпаққа бөлмеге кірсе, енесі көз жасы көл көсір болып жылап отыр екен. Сонда да болса сыр алдырғысы келмей, «Кешір айналайын, кешір, бара бер, алаң болма, әр адам өзінің кім екенін өзі өстіп көрсетіп қалады, бара бер» деді. Міне, сол көріністен кейін атасына іші мүлде жібімейді. Сейтекте әкесіне ұқсап, осындай болса қайтемін деген басында ой жүрді. Содан кейін күн артынан күн өтті, жыл артынан жыл өтті. Бәрібір атасы Тоқабай сол өзінің өргөкірек өзімшіл мінезінде қалды. Талай рет енесін ренжітті. Екі баланың дырдай әкесі болды-ау деп ойламай, Сейтекке де дөрекі қалыппен жекіруді тоқтатқан жоқ. Разияның қуанатыны күйеуінің мінезі әкесіне кереғар, ұқсамайды, анасы сияқты. Енесі Балшекей үйдің атмосферасын түзетіп отыратын термометр сынды мінезімен бәрінің де тігісін жаттықтырып, еш нәрсені сыртқа білдірмеді. Разияны да қызындай аялап, бәр тәрбиесін үйретті. Өйлеріне азғын қалғанда келіні Разияға: «Айналайын, Разия, алдыңда әлі талай күндер болар, бірақ мына атаңа болар ренжіп, Сейтек екеуің бөлініп кете қалмаңдар. Ортада алтындай ұлдарың бар. Мен ана жаққа кеткеннен кетіп қана қойсам, сендердің бастарың быт-шыт болмасын. Осы шаңырақты сақта қызым. Мен саған сенем күнім. Сабырлы бол әр нәрсеге де. Анау-мынау сөзін құлаққа ілмеуге тырыс Тоқабайдың» дегенді. Разияға салса, атасымен бір шаңырақ астында бір күн түгілі бір сағатта тұрғыш жоқ. Күйеуі Сейтек әкесімен емен жарқын сөйлесіп, небір нәрсені ақылдасып, шүйіркелесетін Разия осы үйге келгелі көрген емес. Атасы немерелері Еламан мен Жоламанды қасына алып, ол да сөйлеспейді. Тіпті жас балалардың осы үйде болғанын қаламайды, тыныштықпен өзі отырса болғаны. Разия бір шағын мекемеде кіші есепші қызметін атқаратын. Жылдың аяғы қорытындылайтын кез. Желтоқсан айында есепшілердің жұмысы қатты болып кетеді. Және осы желтоқсанда солтүстік облыстарда ауа райы бұзылып, температурасы күрт төмендеп, мектепте бастауыш сыныптардың сабақтары уақытша тоқтатылады. Екі ауысымда екі бөлік оқитын Сейтектің ұлдарының бір үйде бастары симай, бір-бірімен шуылдасып қалатыны бар. Мұндайда үйде әке-шешесі болса еш нәрсе емес, атасы болса немерелерін аямайды. Не айқайлап ұрсырады, не болмаса екі кішкентайдың бастарын бір-біріне соғады. Балаларды жазалау әдісі әртүрлі. Осындай желтоқсан айында Разияның жұмысы қат болып, балалар да ауа райының салдарынан мектепке бармайтын болды. Разия ұлдарын шақырып алып, қатты тапсырды: «Екеуің бүгін тыныш жүріңдер. Бір-біріңмен ұрысып, керілдеспеңдер. Шу шығармаңдар. Аталарыңның мазасын алмаңдар. Түсте папаң келіп, сендерге тамақ береді. Содан соң шуылдаспай, бір-біріңмен ерегеспей, сабақтарыңды қайталап, тыныш отырыңдар» деп. «Я мама» деп ауа райының суықтығынан сабаққа бармағанына қуанған балалар уәделерін беріп үйде қалады. Баланың балалығы болмай тұрмайды. Ақыры тетелес екі бала бір нәрсеге шекісіп қалып, кіші ұл Жоламанның жылаған даусы қаттырақ шығып кетті. Бұл дауыс мына жақта газеттен көзін алмай отырған Тоқабайға жүйкесіне ине болып шаншылды. Қабағынан қар жауған қарт балалар отырған бөлмеге жетіп келеді. «Сендерде кезінде далада малқораның астын тазалап, суыққа қарамай жұмыс істейтінбіз. Әке-шешемізге көмектесетінбіз. Бір жейтін қара нанға зар болып қойса құтырғанда көретін едім сендерді. Мұғалімің де, оқу бөлімінде отырған ана бастықтардың да бастары істемейді. Күн суық деп балаларды жалқаулыққа үйретіп, сабақ оқытып, қарашы мінекей. Кәне, түсіңдер алдыма. Жылы үйде отырып, жынданғандарыңды көрейін екеуіңнің» деп екі ұлды әкеліп, азынап тұрған балконға шығарып, есігін іштен тарс жабады.
Дала болса 40 градус аяз, балкон терезесі жабық болғанмен 30 градус суық. Екі ұл жейделерімен жалаң аяқ кие салған тәпішкелерімен қатты тоңып дірілдейді. Тістеріне тимей сақылдайды. Ата, біз тоңдық, есікті ашыңызшы деп терезені тарсылдатады. Тоқабай ашпайды. Бір сағат өтті ме, өтпейді ме, кездейсоқ жұмыстан келген Сейітбек балконда қамалып тұрған балаларын көріп, жаны шығып кете жаздайды. Папа, ты с ума сошел? На улице такой мороз. Это уже слишком. Это уже передел, деп тұңғыш рет әкесіне дауыс көтере, айқайлап, ұлдарын үйге кіргізеді. Сол күні кешке ұлдарының екеуінде ыстығы көтеріліп, жедел жәрдеммен шұғыл ауруханаға жатқызылады. Өкпелерінің екі жағынан қатты суық тиген ұлдардың бірінші күні халдері аса қауіпті, нашар болды. Тыныстары тарылып, әрең демалады. Екі ұлдан бірдей айырылып қаламыз ба деп, Рәзия да Сейтек те жандары шыға жаздады. Дәрігерден рұқсат алып, екеуі екі ұлының қасында отырып, таң атқанша көз ілмеді. Сейтек ер басымен ағыл-тегіл жылап отырды. Әкесінің сыртынан почему он такой злой жестокий дей береді, басын шайқап. Балалардың саусақтарын кезек-кезек сүйіп, Рәзияның ашуында шек жоқ. Осыдан екі балам аман қалса, сен шалдан өшімді алармын. Мен Балшеке емеспін, мен Сейтек емеспін қорқатын деп, іштей кіжінумен болды. Қазір үйге бара сала, ана мейірімсіз шалды қатты қылқындырып өлтіргісі келді. Бірақ мына балалардың қасынан шыға алмай, ішінен шамалы шыдайын, бәрібір мен оны өлтіремін бір күні, деді өзіне өзі. Аурудың алғашқы қауіпті кезеңі өтіп, балалар 3 күннен соң бастарын көтерді. Бір айдан асқан уақытта жатып емделіп, еламан мен жоламан үйге шығарылды. Ешкімге бас иіп көрмеген қарт осы жолы өзінің кінәсін анық түсініп, немерелеріне келді. Сендер мені, мына жаман аталарымды кешіріңдер, балапандарым. Мен айыптымын, қатты өкініп отырмын сол күнгісіме. Сендер қанша күн ауруханада болсаңдар, сонша күн өзімді жерлеумен болдым. Сендерді кеше алсаңдар кешіңдер мені, деді Тоқабай Сейтек пен келініне қарап. Қатты көңілі қалғандықтан, ұл да, келін де еш нәрсе демеді. Тоқабайдан байқағаны көзі кіртиіп, жағы қуарып жүдеп қалыпты. Жоғарыда жаратушы Тәңір өзі бәрін көріп тұрған соң, Тоқабайға өзі жаза берген болар. Тоқабай сол күннен кейін диваннан тұрмай, телевизор көрмей, газет оқымай, асүйге келіп тамақ ішпей жататын болды. Сейтек мүлде тіпті әкесімен сөйлеспеді. Тоқабай қарт бір күні жедел жәрдемді өзі шақырды өзіне. Олар іле-шала келді. Қан қысымыңыз жоғары болып тұр, жүрегіңіз қатты соғып тұр, деп ине салды. Сізге толықтай тексерілу керек. Әзірге мына дәріні іше тұрыңыз, деп бір таблетканы тастады. Мынаны сатып алып, одан әрі ішіңіз, деп рецептіні жазып қалдырды. Учаскелік дәрігерге қарауды қайта-қайта тапсырды. Өзімшіл қырсық сал, учаскелік дәрігерге барудан бас тартты. Білем оларды, өйту керек, бүйту керек деп, ақшаны сорып алғысы келеді де тұрады. Мына рецептінің дәрісін ішемін де жатамын, деп баласы Сейтекке жедел жәрдем дәрігерлерінің қалдырған қағазын берді. Сейтек ол дәріні әкеліп берді. Келіні Рәзия өзіне салқын екенін Тоқабай білді. Мүмкіндігінше Рәзиядан көмек сұрауға тырыспады. Тек Сейтекке кешке жұмыстан келгенде ғана іштен шыққан ғой дейтінді шығар. Содан қан қысымын өлшеп беруді, кейде су беруді, дәрі ішкізуді сұрайды. Тоқабай өте сақ, оны өзінің жаман ойлауынша, келіні Рәзия Сейтек жоқта шай берсе, су берсе, немерелерінің біреуін шақырып алып, мұнан дәмін татып көр, қалай екен дейді. Және Рәзия да сен бір нәрсе қоссаң, балаң кетеді дегенді меңзейді. Тоқабай аз-маз ішетін тамақты азайтты, арықтап жүдей бастады. Папа, мүмкін ауруханаға жатқаныңыз дұрыс шығар, емін аласыз, дәрігерлер қасыңызда болады, деп еді Сейтек. Жоқ, бармаймын дедім ғой, бармаймын, деп Тоқабай үзілді кесілді бас тартты. Рәзия да Сейтек те күндіз тек жұмыста, бұл кісінің күтіміне анық бір адам керек. Мүмкін күтуші жалдармыз, деді Сейтек Рәзиямен ақылдасып. Жоқ, басқа адамның керегіне, мен бір ай қасында отырайын, жұмысқа өтініш берейін, атаны күту керектігін айтып, содан соң сен отырарсың, кезектесеміз ғой, мүмкін сосын тәуір болып кетер, деді Рәзия ішкі есебімен. Сейтек әйеліне риза болды. Сен кешірімшіл, өте жақсы әйелсің,
Мен саған папаның қасында отыршы деп айтуға бата алмап едім. Оның сырын өзің де білесің ғой, деді маңдайынан сүйіп Рәзияның. Рәзия Тоқабай атасының қасында 5-ші күн. Қарт Рәзияның атасын күтуге 1 ай жұмыстан сұранғанын біліп риза болып қалды. Бұрынғы қырсықтығын азайтқан сияқты, әр жасаған көмек үшін шай берсе де, дәрі берсе де Рәзияға «Рахмет қызым, рахмет» дейтін болды. Ал бірақ Рәзия өзін тас жетім түгі жоқ деп ұлына үйлендіргісі келмеген үшін, ақшасын қолдан шығармайтын, өте ұсақшылдығы үшін, отбасының берекесін кетіретін, икекілжің қырсық мінез үшін, билік жүргісе жүре алмайтын өзімшілдігі мен үстемдігі үшін, жалғыз ұлдан көрген немерелерін балконға қамап ұстап жаза берген үшін бір кек алудың жолын ойластырып, әлі соның оңтайлы жолын іздестіріп таппай жүр. Тоқабайдың бұл жатқан ауруындағы диагнозы арнайы тексеруден өтпеген соң ешкімге белгісіз. Әйтеуір қан қысымы жоғары, оны өлшегенде біледі Рәзия. Жүрегінің соғысы жиі, бірақ бұл жүрек ауруы емес, екі адамның бірінде бар ауру. Өкпесі таза. Өйткені жетелмейді. Тынысы дұрыс, асқазақты аз ішеде құспайды. Жүрегін алмайды, бүйрегі таза. Өйткені кіші дәретке жиі шықпайды. Бас ауруы жоқ, өйткені ұйқысы түзу, бас айналмайды. Құлағы да шылдамайды. Көзі жақсы көреді. Түрегеліп жазылып кетуі әбден мүмкін. Тоқабай өзіне таныс емес дәріге өмір жоламайды. Дәрінің дозасын өте ұқыппен, дәл нұсқауда көрсетілгендей ішеді. Енді осы ауру кезінде мына шалған не істеу керек? Бүйтіп бір шара жасамай жүре берсе, алған 1 ай мерзім бітіп те қалады. Рәзия күн өткен сайын оны ойлай берді. Бүгін күн жексенбі. Сейтек балаларға арналған жаңа фильмді балаларына көрсету үшін кинотеатрға кетпекші. Кетерде әкесіне соқты. Папа, қалайсыз? Жақсы ұйықтап шықтыңыз ғой. Мен сіздің түнде қасыңызға келіп көрдім. Қатты қорылдап жатыр екенсіз. Содан кейін иығыңыздан сәл сипап қалпыңызға түсірдім, деді. Соңғы кездер түнде өзімнен өзім тұншығып қалатынды шығарып жүрмін. Өз дауысым қырылымнан оянып кетемін кейде, деді Тоқабай баласына. Мұны Рәзия естіп тұрды, қуанып кетті. Себеп табылды. Тұншығып қалатын болса, қолдан тұншықтыру оңай. Ойы осыған кетті. Бұл кез таңертеңгі сағат 10:30. Сейтек балалармен сағат 11-де киноға барды. 1 сағат кино көреді, 12:30-да үйге келеді. Осы аралықтың бәрінде бір нәрсені жасауға болады. Мен сендер келгенше ыстық манты жасап қоямын деп, балаларының Сейтектің бетінен сүйіп, Рәзия шығарып салды. Терезеден олар ұзағанша қарап тұрды. Ішке атасы жатқан бөлмеге кірді. Атасы қырынан жатыр. Қап, шалқалақтап жатқанда ғой, деп Рәзия кері шықты. Мантыға арналған фаршты даярлады. Енді нан елемек. Ұнға көзі түсті. Орта қап ұн. Табылды. Орта қаптың салмағы кемінде 25-30 келі болмай ма? Осы қапты апарам да шалдың кеудесіне қоям. Тынысы тарылып өледі. Өзі айтты емес пе? Тұншығып қалып жүрмін деп. Менен ешкім сезіктенбейді. Рәзия орта қабының қиқымы түспес үшін үлкен салафан іздеді. Қас қылғанда үйде болмады. Мүмкін қапты үлкен жайма шүберекке салып орап қоярмын ба? Оның салмағы аз болып қалып, шал атып тұрса ше. Бұған Сейтектің 2 гантелін салайын тағы. Рәзия бәрін өзі ойластырғандай дайындады. Енді тағы 1 рет бөлмеге келді. Тоқабай әрі қырынан жатыр. Мейлі, жата берсін. Мен бәрібір оны шалқалатам да, дереу ұнды кеудесінің тұсына қоямын. Асықпаса болмайды. Сағат 11-ге тақап қалыпты. Рәзия ортағап ұнға 2 гантелді шүберекке орап салды. Оның салмағы ауыр екен. Көтеріп Тоқабай жатқан бөлмеге келді. Қырынан жатқан қартты шалқайтамын дегенде ол көзін ашты. Қызым сен бе? Деді сұраулы кейіппен. Рәзия дәреу кеудесіне ауырын қапты қоя салды. Қарттың жанары Рәзияға ауғандай болған. Рәзия бөлмеден шығып кетті. Есікті жауып қойды. Уақытты санады. Енді Рәзияның өз жүрегі дүрсілдеп кетті. Қайра есікті ашты. Тоқабайдың тыныс алып жатқаны, тыныс алмай жатқаны белгісіз-тін. Рәзия жақындауға сескенді. Кеудедегі ұн бар қапты алу керек.
Тағы уақытқа қарады. Бас аяғы 5 минут қана болған. Мүмкін ол өлмеген шығар. Әлі де шыдап күту керек. Рәзияның бұл ойлаған операциясы сәтті шықты. Рәзия қартты күтуге алған 1 ай мерзімнің 6-шы күнінде Тоқабайдың жүрегі тоқтады. Шақырған жедел жәрдем келіп жатқанда Сейтек те балаларын ертіп үйге кірген. Жаңа ғана тірі әкесі баласы мен немерелерін өлі күйде қарсы алды. Тоқабай Қосайұлы Тоқсейітовтың жүрегі жоғары қан қысымынан инфаркт болған. 75 жастан асқан адамдарда мұндай жағдайлар жиі болады. Оның үстіне бұл кісі қажетті ем-домды дер кезінде алмаған деп диагноз қойды дәрігерлер. Бұл өлім ешкімге сезік тудырған жоқ. Әкесі өлген соң Сейтек қарап отырып банк қағаздарын тауып алды. Көзі шарасынан шығып кетті. Қасына Рәзияны шақырды. Қарттың өзіне де, өзгеге де қимай жинаған банкте адам айтса сенгісіз ақшасы бар болып шықты. Бұл жайтты анықтауға банкке барды. Рәзия екеуі. Банктегі Тоқсейітовтың қаражаты бары рас. Оның бір көлемі үлкен немересі Еламан 18-ге толғанда, бір көлемі Жоламан 18-ге толғанда алуы тиіс екен. Атасы 2 немересіне нотариат арқылы өсиет еткен. Сейтек әкеден қалған бұл қаражатқа қуанып селт еткен жоқ. Үйде келген соң төрдегі әкесінің суретіне қарап, соншама қазмырлықпен қасықтап ақша жинапсың папа. Сол үшін жан-жағыңа сүйкімсіз болдың папа. Жалғыз ұлыңа әкелік жақсы қасиетіңді